мәдениетінің дұрыс қалыптаспағаннан болады. Мысалға, сіздер алма жейсіздер, жеміс жейсіздер, оны бөлек орнаға тастау керек, ал басқаны бөлек орнаға тастау керек. Осының бұл балаларға не істесем екен, дәстүрлі әдістер өтпейтін сияқты ғой бұларға. Балалар ойланып қалатындай бір нәрсе ойлап табуым керек. Бір қарағанда тарыдай ғана болып көрінетін бұл мәселенің салдары уақыт өте келе таудай қиындыққа соқтыруы мүмкін. Шәкәрім айтпақшы, адамның әрекеті әдетке, әдет мінезге, ал мінез оның өміріне айналып кетпей ме? Менің ендігі үмітім серіктес мектепте. Мен бүгін көп дүниеге куә болдым. Айырмашылығы жер мен көктей, екі мектепте екі түрлі өмір. Салыстырмалы түрде біздің мектептің материалдық жағдайының жақсы екенін, әл-ауқатымыздың жоғары екенін басқа оқушылар да білсе дұрыс болар еді. Көрген түйгенімді міндетті түрде үлкен аудиторияда бөлісуім керек. Сөзімді қорытындылай келе, біз өзіміздің ортамызды сыйламайтын және де барымызды бағаламайтын жастар болып бара жатырмыз. Егер де біз мектепте расыменен тәртіп болу бар екенін біліп, тәртіп сақтасақ, болашақта мемлекет мүлкін жанашырлықпен қарайтын жақсы азаматтар айналамыз. Әлемді өзгерткің келсе, өзіңнен баста. Мектеп оқушылары мектеп мүлкіне жанашырлық танытпайды. Оқуға грант негізінде қабылданған олар барлық жағдай жасалғанын көре тұра, көрегендіктің жоғары үлгісін көрсете алмай отыр. Ертең ел тұтқасын ұстайтын азамат тәрбиелеу мектептен басталады десек, мектеп мүлкіне жанашырлық пен ұқыптылық таныту партадан басталып тұр емес пе?